келе жатқан тетіктердің бірі. Ассалаумағалейкум көрермен, біздің бүгінгі бағдарламадан исламдық қаржыландырудың түрлері, басты ерекшеліктер мен принциптері, оның бизнесте қолданылу мүмкіндіктер жөнінде мағлұмат аласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Әлемде исламдық қаржыландыру жүйесі ислам банкі терминдерінің пайдаланыла бастауы Мысырда алғаш исламдық үлгідегі жинақ кассасын ашқан Ахмад ән-Наггар есімімен тығыз байланысты. Алғаш ислам даму банкі 1975 жылы Сауд Арабиясында құрылып, соңынан Біріккен Араб Әмірліктерінде дүниеге келді. Өсімсіз жұмыс істейтін мұндай қаржы жүйесі бүгінде әлем назарын өзіне аударып отыр. Негізгі үлкен орталықтары Иран, Сауд Арабиясы, Малайзияда болғанымен, бүгінде жер жүзінің 50-ден астам елінде 300-ге жуық ислами банк тұтынушыға қызмет көрсетеді. Бір ғана Ұлыбританияда 23, Швейцарияда ислам банкингтерінің саны 5 болса, Франция мен Люксембургте 4. Және бір атап өтерлігі, дүние жүзі бойынша жыл өткен сайын қарқынды түрде дамып келе жатқан исламдық банктердің жылдық өсу пайызы 15-тен жоғары және жалпы активі 650 миллиард доллардан асады. Ендеше әлемді аузына қаратқан исламдық қаржыландыру үлгісінің басты ерекшелігі неде? Исламдық қаржыландыру үлгісі туралы толығырақ мағлұмат алу үшін ортамызға Қазақстан Республикасы индустрия және жаңа технологиялар министрінің экономика жөніндегі бас кеңесшісі, Қазақстандағы ислам қаржы дамыту қауымдастығының төрағасы Ерлан Байдәулет мырзаны ортаға шақырайық. Қош келдіңіз. Ерлан мырза, ислам банкингі деген не ол жалпы? Бізге көрерменге толығырақ түсіндіріп беріңізші, оның ерекшелігі қандай? Біріншіден халқымызды қасиетті ораза айымызбен құттықтағым келіп тұр. Екіншіден, ислам қаржыландырудың ең басты принципі мына несие проценті риба, араб тілінде риба деп аталады, соны алмау, соған тиым салыну. Ол біріншіден. Екіншіден, өзінің бір этикалық, моральдық принциптері бар. Солардың бірінде қарар деген мәселесі бар, ол түсінбеушілік деген мәселе. Соны жеткізді. Соған да тиым салынған. Оның қосымша месир деген тағы принциптері бар. Ол принциптер деген ол орысша айтқанға азарт. Көп мынау ойын мәселелерге, көп мынау қызығушылық деген қатты оны осы мәселелерді дамыту деген онша мәселе ол. Банк жүйесінің негізгі табыс көзі ол өсім арқылы емес пе, сіздер сонда 1%-та өсім жоқ па болды? Оны енді түсінбеушілік мәселесі осыдан көп нәрсе шығады. Пайыз деген мәселесі өзіңіз түсінсеңіз, ол бұл математикалық категория. Несие пайызы бар және сауда арқылы табыс табу. Соның табыс табуының пайызбен есептелінеді ғой. Ал енді оның айырмашылығы, үлкен айырмашылығы, жалпы басқа пайызбен мына табыс сауда арқылы алыну мәселе жөнінде, ол жалпы біздің нақты экономика қатынасы мәселе. Дұрыстап қарасаңыз, қазіргі кезде не болды? Соңғы уақытта нақты экономика және қаржы секторы бөлініп кеткен. Бөлініп кетуінің себебі ақшаға ақша жасау. Ақшаның өсімі. Ақшаның өсім қорлық дейміз, өсім мәселесі өте қатты мәселе. Бұл мәселе көп біздің мына қазіргі әлеуметтік мәселелерді. Мынау жалпы қарап тұрсаңыз, жалпы әлемдегі дағдарыстың болатын себебі сол болып тұр. Оның ақшаға ақша жасау, оның ешқашанда және қасиетті Құранымыз айтқанымыздай тиым салынған. Ал пайыз мәселесі ақшаны тауар ретінде қарамаймыз. Нақты экономикада, нақты экономика. Біз ол мына пайыз мәселесін сауда ретінде қараймыз. Бір кәдімгі тауар мәселесін тауар арқылы қарайтын болсақ, тауарды алып және сату. Соны алып сату кезінде оған қосымша құны қосылады. Осы қосымша құны басқа түрінде айтқанда, бұл ең нақты мәселе. Ерлан мырза, бір сұхбатыңызда сіз былай депсіз, өсімқорлық жүйе жұмыс істеп тұрған кезде ислам банк аяғынан алшаң басып кете алмайды депсіз. Енді оған бірнеше себеп бар айтқаныма. Біріншіден, қазіргі кезде қарап тұрсаңыз, мына зайырлы қаржы сектор дейміз. Әбден біздің ойымызға да қазіргі өмірімізге сіңіп кеткен мәселе. Пайыз деген кейбір кездегі біз қазір қарап тұрсаңыз, мына дін жағынан қарайтын болсақ, біздің өзіміздің мына құрметті имамдарымыз да кейде бұл мәселеге онша білімі онша жеткілікті емес. Олардың көбісі біледі, енді пайыз дегенді алуға болмайды. Бірақ та қалай оны алуға болмайды? Кейбіреулер өздері алданып қалады, банкқа барып мынандай бір депозит, кредит алам дейді. Енді оның жалпы төбенен қарайтын болсақ, оны
қазір ислам банкті дамыту үшін әрине ислам дамытуға бөлек жол, бөлек заңнама ашып, соған бар мүмкіндігін ашуымыз керек. Жоқ, біздің қазір қолданыста осыдан 4 жыл бұрын қабылданған заң бар емес пе, исламдық қаржыландыру жүйесіне байланысты? Әрине, жалпы ақпараттық жағынан қарайтын болсақ, саяси мәселесін қарайтын болсақ, әрине Қазақстан осы тмд елдерінде ең бірінші ел осындай заңды қабылдаған. Әрине бүкіл әлемде де бұл Қазақстан осындай хаб дейміз, ағылшын тілінде хаб, орталық деп айтуға болады. Ислам қаржыландыру орталығы деп қазір де сондай атымен бізді кейде айтып қоятын да бар. Ал бірақта шындығын айтқанда біздің қазір заңымыз, ислам қаржыландыру жөніндегі заңымыз көптеген мәселелерге әлі жауап бере алмайды. Неге дегеніміз, ислам қаржы секторы елімізге бірінші рет келіп отыр. Жақсы, енді осы жерден өзіңізде сөз арасында айтып қалдыңыз, Қазақстанға исламдық банк алғаш рет келіп жұмысын бастады деп, олай болса ортамызға дәл сол алғашқы ислам банкі, Әл-Хилал банкінің заңдық қолдау департаментінің директоры, Алматы қаласына арнайы келіп отырған қонағымыз Әсел Ғылманованы қошеметпен шақырып алайық. Қош келдіңіз, Әсел ханым. Енді осыдан 4-5 жыл бұрын ислам банкі жүйесіне байланысты бізде заңның қабылданғандығы, алғашқы исламдық банктың өзінің жұмысын бастағандығы белгілі. Енді қазіргі бет алысы қалай болып жатыр Әл-Хилал банктың? Әл-Хилал деген ислам банкі 2010 жылы наурыз айында өз ислам банкі ретінде жұмыс жасау үшін лицензия алған. Біздің банкіміз Қазақстан үкімет және Біріккен Араб Әмірлігінің үкімет арасындағы келісім шарт бойынша енгізілген. Әрине бірінші және жалғыз ислам банк болғаннан кейін біздің банкіміз кемшіліктер көріп тұр заң жағынан, және де қиыншылықтар көріп жатыр. Ол да заңға байланысты. Қандай қиыншылықтар болды? Мысалы айталық, заңды тұлғалармен, яғни мемлекетпен ғана жұмыс істеулеріңізге негізгі себеп жеке тұлғалармен жұмыс істесуге заңдық бір мүмкіндіктер жоқ қазіргі жағдайда, солай ма? Сондай да бар. Біз қаржыландыра алмаймыз жеке тұлғаларды, себебі қазіргі банк туралы заңның ішінде айтылған кезде тек қана бизнеске ислам банкіден қаржы алуға болады. Енді жаңа өзіңіз атап өткенде 2013 жылы осы Әл-Хилал банкі Қазақстанда тұңғыш рет ислам банк ретінде ашылған кезде жұртшылықтың пікір көзқарасы бұл банк жеке тұлғалармен де жұмыс істейді. Бұл осы Қазақстандағы исламдық бір хаб айналамыз деп жатыр ғой. Осындай бір ниеттердің алғашқы қадам болады деген үлкен үміттер болған. Бірақ қазір осы 2 жылдың көлеміне қараған кезде дәл осы үміт әлі де ақталмай жатқан сияқты көрінеді. Біз жеке тұлғалармен жұмыс жасамаймыз деп ол да дұрыс емес. Себебі біз жеке тұлғаларға депозит деген сияқты қызмет көрсете аламыз. Исламдық шариғатқа жататын депозиттер көрсетерміз. Осы депозит түсіндіріп кетіңізші, оның кәдімгі депозиттен қандай айырмашылығы бар? Біздің депозиттер Қазақстан депозит кепіл беретін қаржыға жатпайды, біріншіден. Яғни депозитке ақша салған адам оның қайтарылатынына сенімді болмайды, яғни оған не берілмейді, кепілдік берілмейді. Бірақ басқа жағынан біз осы депозит алған кезде сол депозитті тек қана шариғатқа жататын экономикаларға, әлде шариғатқа жататын нәрселерге жұмыс жасаймыз осы депозиттермен. Бір жағынан осы Қазақстанның халқымыз ислам банк туралы білімі өте нашар деп айтуға болады. Себебі көбінесе адамдардың ойы, мен ислам банкіге келем, мен мұсылманмын, сіз бізге қарыз ешқандай төлем ақысыз беруіңіз керексіз. Ол өте қате ой. Және осы жерден туындайтын тағы бір пікір, ол ислам банктері тек қана мұсылмандарға ғана қызмет көрсетеді деген де бір пікір бар да? Ол да өте қате ой, себебі ислам банкі ол дінге жатпайды. Ол тек қана қаржылықтың бір түрі. Жақсы, енді осы жерде парламентарий өкілі Асхат мырза, сізді сөзге жатайық. Міне қазір біздің осы алғашқы қонақтарымыз, кейіпкерлеріміз осы исламдық банк жүйесінің дамуына байланысты заңдық тетіктердегі кемшіліктер туралы айтып жатыр. Жаңа айтылып кетті, 4 жыл бұрын 2008 жылы ислам банктың қаржыландыру жөнінде біз
парламентарийлар заң жобаларды өзгерткенде, Қазақстан Республикасының жаңа заңын қабылдағанды. Бірақ оны мінекей жаңа айтып кеттіңіздер, ол тұңғыш осы ТМД еліндегі тұңғыш республикамыз біз, тұңғыш елміз, сол заңды қабылдаған. Ол заң қабылданғаннан кейін мінекей 2 жылдасын ғана бізде жаңағы Ислам банк ашылып жатыр. Сонда мінекей сол 2 жыл бойы бұл заңды талқылады ма, талқыламады ма, жаңағы қаржы өкілдері, қаржы ведомстволардың бәрі, министрліктер және мамандар қандай тағы өзгерістер керек пе, керек жоқ па, оның бәрі осы жұмыс істеген сайын келіп жатыр ғой, сұрақтар туып жатады. Мінекей қазір мінекей жаңа сұрақтар туып жатыр. Осының бәріне біраз уақыт керек, әдіне бірнеше жыл. Біріншіден, екіншіден өзгерту және толықтыру енгізу үшін жаңағы заңдарға айтып отқаным. Және екіншіден, мінекей сіздер қазір бұл банк, Ислам банкі жаңағы халықпен жұмыс істей алмаймыз деп отырсыздар әлі. Негізі халықпен істеу үшін оны меніңше ең бірінші халыққа түсіндіріп, дұрыстап түсіндіру керек. Насихаттау керек. Ислам банктың өзінің тәртіптерін түсіндіру керек. Қандай ерекшелігі бар, қандай ережелері бар. Мінекей пайызсыз несие берілеміз дейді. Негізі ол жалпы тіпті пайызсыз емес қой. Пайыздар бар. Қайткенменде пайыз болады. Табыстың үлесі ретіндегі пайыз ғой ол жерде. Иә, сосын ол бір одан кейін қалайша қайтарылады. Халық түсінуі мүмкін, мен сіздерді мінекей алдым, мен сол алған сомамды қайтарып берем, одан басқа мен ештеңе сұрамаңдар деп айтуы мүмкін. 100 мың теңге алсам, қайта 100 мың теңге қайтарып 100 мың теңгені ғана берем, сонымен қойыңдар деп. Соның бәрін түсіндіру керек, жақсылап тұрып. Жақсы әңгімеге ораламыз, Ерлан мырза. Енді бұл қарапайым тілмен айтқан кезде исламдық банк жүйесі кәдімгі дәстүрлі банк жүйесіне қарағанда инвестициялық бір орталық ретінде көбірек соған ұқсайды, иә? Яғни, мысалы 100 мың теңгеге теледидар сатып алды, өзіне үстеме бағасын қосты, 10 мың теңге, 110 мың теңгеге сатты. Түсіндірген кезде, иә, әрине. Бұл өсім болып есептелінбейді, иә? Жоқ, өсім деп есептелінбейді, әрине. Мен бағана айтқанымдай, қосымша құны өседі. Қосымша құны арқылы экономика да өседі. Жалпы қазіргі кездегі әлемдегі 500 триллион дүниежүзілік экономиканың цифрларының бірі сол, 500 триллион деп айтуға болады. Соның өзінде мына жылданға шейін нақты экономиканың жалпы орны азайып бара жатыр. Соңғы мына дағдарыс болған кезде 2009 кезінде елбасымыздың айтқан сөздердің бірінде айтылған, осы сөз айтылды. 10%-ке осы процентке дейін нақты экономиканың орны осы болып тұр деген кезінде, қазіргінің өзінде мына 3 жыл өтті, 3 жылдан кейін менің ойымша қазір есептесек 7-8% қана болып тұр. Қалғаны 93-92% мына қаржы сектордың өсімі ғана. Ол ешқандай біздің халқымызға, елімізге, жалпы дүниежүзілік экономика пайдасы болмай тұр. Егемен Қазақстанға шыққан 20 тапсырмасының ішінде де айтылды ғой, ауадан ақша жасау, виртуалды түрдегі ақшалардың көбеюі, көпіршік деген сияқты мәселе айтылды ғой. Яғни осы дүниенің кең өріс алып кетуі, ал нақты экономиканың төмендеу, ал керісінше исламдық банкинг жүйесі нақты экономикаға жұмыс істейді. Иә. Солай ғой, иә? Әрине, бағана айтқанымдай, біздің өзіміздің кезінде совет кезінде оқыған бір классикалық экономистердің бірі Карл Маркс деген барымыз. Сонымен айтқым келіп тұрды, ол кісінің «Капитал» деген кітабында бір өте бір жай жазылған формуласы бар. Ақша, тауар ақша деп айтылған. Соны қарап тұрсақ, қазіргі кезде біздің мына дүниежүзілік экономика бұл жалпы қарапайым формуладан қалай алысқа кетіп қалған. Неге дегеніміз? Ақша дегеніміз, орысша айтқан түрінде, бұл товарлық эквивалент. Тауардың құны. Сосы құннан кетсе, ақша кетсе, жай қағаз болып қалады. Жақсы, енді келесі бейне сюжеттен Қазақстандағы осы исламдық банк жүйесінің исламдық қаржы құралдарының даму туралы ақпараттық сюжетті тамашалап алайық.
Исламдық қаржыландырудың негізгі алғышарты Қазақстанда 10 жыл бұрын жасалғанымен өсімсіз несие енгізу тетігі елімізде 2007 жылы қарастырылды. Нәтижесінде 2010 жылы Әл-Хилал банкі дүниеге келді. Бастысы ақшадан ақша жасау емес, адамгершілікке негізделген төрткүл әлемді тұрақтылығымен мойындатып отырған исламдық экономиканың еліміз үшін үлесі қомақты. Өткен жылы елбасы исламдық қаржыландыру бойынша заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Осыған орай елімізде Ислам банкі арқылы 3 жылда 1 миллиард 200 миллион ақш доллары көлемінде қаржы бөлінбек. Бұл әрине елімізде ислам қаржы секторын дамыту, инфрақұрылымдарды жетілдіру, өзге де әлеуметтік жобаларға жұмсау сынды игі шараларға бағытталмақ. Осы ортамызға келесі мейманымызды шақырып алайық. Қазақстан ұлттық банкі Алматы өңірлік қаржы орталығын дамыту комитеті қаржылық білім беру басқармасының бастығы Тимур Мұратұлын қошеметпен шақырып алайық. Қош келдіңіз, Тимур мырза. Тимур мырза, жайғасыңыз. Бұл сіздердің орталықтарыңыз тарапынан исламдық шариғат кеңесі құрылу керек дейтін ұсыныс айтылды. Иә. Бұл құрылған жағдайда бұл кеңес функциясы қандай болмақ оның? Орталықтандырылған шариғат кеңесі негізінде әзірше осындай жаңа керегі жоқ деп ойлаймыз, бірақ келешекте осындай шариғат кеңесі керек екенін бәріміз білеміз, оны мәміндейміз. Ең алдысы жаңа осындай орталықтандырылған шариғат кеңесі, мысалы бірнеше ислам банкілер болса, бірнеше жаңағы исламдық қаржыландыру сақтандыру компаниялары болса, солардың арасындағы көптеген мысалға осы қазіргі уақыттың өзінде шетелдерде көптеген даулар пайда болады. Мысалға бір шариғат кеңесі кезген жаңа операцияны мәлімдейді, осы жаңа шариғат қағидаларына келеді дегенде сияқты, басқалары келмейді деп айтады. Сондықтан Малайзияда, Индонезияда, басқа да елдерде орталықтандырылған шариғат кеңестері бар. Сол жаңағы олар бәрі бірге жаңағы жиналып, кеңес өткізіп, қандай қағидаларды қабылдаймыз, қандай қағидаларды қабылдамаймыз дегендей сияқты шешімдер қабылдайды. Тимур мырза, енді осыдан біраз уақыт бұрын Алматы өңірлік қаржы орталығын дамыту бөлек құрылым болған, кейін ұлттық банктың құрамына қайтадан қосылды. Енді елбасының осы Алматыны жаңа ислам хабы деген сияқты исламды қаржы орталығына айналдыру туралы тапсырмасы болған. Негізінде Алматы өңірлік қаржы орталығын дамыту шарасының ішінде исламдық қаржыландыруды дамытудың рөлі үлкен. Өйткені жаңағы исламдық қаржыландыру айтып отырғанымыздай, бұл экономикаға, бұл қаржы секторіне, бұл жаңағы компанияларға тағы да қосымша қаржы жүйесі. Сондықтан да мына ұлттық банк тарапынан осы дамыту, исламдық қаржыландыруды дамыту үшін барлық мүмкіншіліктер жасалып отыр. Басқа да мемлекеттік органдармен бірге заң жұмыстары да жүргізіліп отыр. Әдет бәрі бірге жаңағы жиналып, кеңес өткізіп, қандай қағидаларды қабылдаймыз, қандай қағидаларды қабылдамаймыз дегендей сияқты шешімдер қабылдайды. Тимур мырза, енді осыдан біраз уақыт бұрын Алматы өңірлік қаржы орталығын дамыту бөлек құрылым болған, кейін ұлттық банктың құрамына қайтадан қосылды. Енді елбасының осы Алматыны жаңа ислам хабы деген сияқты исламды қаржы орталығына айналдыру туралы тапсырмасы болған. Негізінде Алматы өңірлік қаржы орталығын дамыту шарасының ішінде исламдық қаржыландыруды дамытудың рөлі үлкен. Өйткені жаңағы исламдық қаржыландыру айтып отырғанымыздай, бұл экономикаға, бұл қаржы секторіне, бұл жаңағы компанияларға тағы да қосымша қаржы жүйесі. Сондықтан да мына ұлттық банк тарапынан осы дамыту, исламдық қаржыландыруды дамыту үшін барлық мүмкіншіліктер жасалып отыр. Басқа да мемлекеттік органдармен бірге заң жұмыстары да жүргізіліп отыр. Әдетте кез келген банк осы ұлттық банк арқылы тіркеуден өтеді. Енді қазір білеміз, исламдық листте бір ғана банк бар, Әл-Хилал банкі. Басқа тараптан ұсыныстар бар ма? Мысалы, біз осындай Қазақстанда исламдық банк жүйесін ашсақ деген сияқты. Әзірше официалды түрде жаңағы бір хат келіп түскендей мен ондай көрген емеспін. Мысалға, осының алдында Катар Исламик банк дейтін, одан кейін басқа да Кувейт Турк банк, басқа да Малайзияның банктерінен ұсыныстар болған, бірақ осы соңғы дағдарысқа байланысты ма, әлде басқа да шешімдерге байланысты ма, бұл жұмыстар әзірше тоқталып қалды.
Бірақ келешекте Қазақстанға басқа да ислам банктері келіп, жаңа өздерінің жұмысын атқарады дегендей үміт артамыз. Сондықтан солар келу үшін барлық жұмыстарды мүмкіндіктер жасаймыз. Жақсы, рахмет. Дәурен мырза, енді біз бүгінгі исламды қаржыландыру үлгісінің бүгінгі ахуалы туралы әңгіме қозғап отырмыз. Жалпы бұның болашағы қалай? Енді жаңа ағаларымыз айтып отыр, Ерлан аға. Исламдық қаржыландыру дамыту бойынша Қазақстанда көптеген жұмыстар істелді. Жаңа заңнама жүзінен банк ашуды, сақтандыру қоры ашуды, көптеген исламдық қаржы құралдары енгізіліп жатыр. Осы тұрғыдан қарағанда көптеген жұмыс істелді, және бүгінде істеліп жатыр. Жаңа Ерлан Әлімжанов айтқандай, исламдық инвестор бар, бізді исламдық орталық ретінде қарап жатыр. Осы орталық Азиядағы көптеген мемлекеттер бізден үлгі алып жатыр. Беларусь мемлекеті, Азербайжан мемлекеттері, көптеген мемлекеттер бізден үлгі алып жатыр. Осы тұрғыдан қарағанда да енді исламдық қаржыландырудың Қазақстандағы болашағы зор деп ойлаймын. Және бір айтып кететін жайт, жақында осы наурыз айында үлкен бағдарлама қабылданды. Қазақстанда исламдық қаржыландырудың 20-шы жылға дейінгі даму жол картасы қабылданды. Осы жол картасы үлкен құжат, 8 бөлімнен тұрады. Көптеген шаралар осы жол картасына енгізілді. Осы жол картасы ойдағыдай жүзеге асса, исламдық қаржыландырудың Қазақстандағы болашағы зор деп ойлаймын. Дәурен мырза, енді ол жол картасының жүзеге асуы үшін белгілі бір тетіктерді алғышарттар жасау керек. Мысалы, осыдан сәл уақыт бұрын Түркияда болған кезде, ол жақта негізгі ірі 4 исламдық банк жүйесі бар екен. Солардың ішінде ең үлкенінің кеңсесінде болған кезде, олар Қазақстанда банк ашуға тырысып көрдік, бірақ кейін қайттық деген дүниені айтты. Бұл жерде көптеген мәселе бар екен деп. Өйткені заңды реттелмеген, оның ішінде салықтық жүйеге байланысты мәселелер бар деп, салық комитетінің позициясына қатысты біршама сындар айтылды. Бұл мәселеге қатысты енді қаржы министрлігі қандай көзқараста? Исламдық қаржы құралдарына салық салу, және исламдық банкке салық салу мәселелері бұл өте үлкен мәселе. Сіздер сұрақ қойып отырсыз. Бірақ бұл мәселелерді шешуге салық комитетінің позициясы оң позиция. Ол барлық жаңағы туындаған сұрақтарды шешіп жатыр. Бұл сұрақтар шешіліп жатыр. Жақында міне Аль-Хилаль банктың исламдық құралдарына салық салу мәселесі көтерілген. Оны да салық комитеті шешіп жатыр. Әрине, салық комитеті барлық туындаған мәселелерге енді оң көзқараспен қарап, ретті келгенше жаңа салықтық заңнаманы исламдық қаржыландыруға келтіріп жетілдіруге ол атсалысып жатыр. Оған ешқандай проблемалар туындайды деп мен ондай ойламаймын. Енді Жасұлан мырза, сіздер сөзге қайтайық. Енді жаңа айтатынымыз ғой, исламдық қаржы құралдарының мүмкіндіктері мол, олардың инвестициялық мүмкіндіктері мол деп, олардың әртүрлі нақты экономикалық секторға болсын, басқа экономикалық салаларға болсын, ақша салу мүмкіндіктері жақсы деп. Енді сіздердің мысалдарыңызда, өздеріңіздің жасап жатқан жұмыстарыңызда осы Ислам даму банкі болсын, исламдық қаржы құралдарының жұмыс барысы қалай? Біз 2009 жылдан бастап Ислам даму банкымен келісімшарттарды жүргізгенбіз. Қазіргі таңда сол 10 миллион доллардың көлемінде несие келісімшартына қол жеткіздік. Оның 2 миллион доллары қазіргі таңда біздің шоттарымызға түсті. Оған қоса 10 миллион доллар. Ауылдық шағын несиелеу ме? Ауылдық шағын несиелеу. Бұл несиелеу жалпы қалай жүзеге асады бұның? Өзге банктерден бұның айырмашылығы? Мен жаңылыспасам, біз қаржы институттарының алғаш қаржы институты болмақшымыз. Осы ислам несие өнімдерін халыққа енгізу бойынша біз алғаш қаржы институты боламыз. Осы Ислам даму банкі 250 мың доллардай грант есебінде бізге бөлген. Сол 250 мың доллардың шеңберінде біз 150 мың долларына әдістемелік жұмыстарды жасап бітірдік қазіргі таңда. Біздің өзіміздің методологиямызды өзгерттік. Ислам қағидаттарына сай болуға тиісті қылып. Біріншіден біз инвестор ретінде әр жоба кірген жобаны инвестор ретінде қаржыландырамыз. О дегеніміз біздің бұл жобаға берген қаржымыз, сол жобадан келген пайдадан, кірістен біздің өзіміздің үлесіміз болады. Ол үлес Ислам даму банкінің келісілгені 11,5%-дан аспау тиіс. Несиенің көлемі 25 мың доллардың көлемінен аспау тиіс. Осы жерде түсінікті болсыншы, мысалы қарапайым дәстүрлі банкте 100 мың теңге берсе, 11,5% несие берсе, кейін үстіндегі ақысымен 3 жылдың ішінде болсын қайтаруың міндетті болып
қалады. Ал мына жағдайда ол іске асқан жобадан алынатын үлес қой 11,5% деген. Әрине. Мысалы келтірсек, біз қазіргі таңда екі несие өнімін, ислам несие өнімін шығармақшымыз, ол салам және мұдарава деген. Мысалға бұл өнімдер бойынша біз қарапайым мысалға алсақ, газель автомобилі. Ол газель автомобилін сатып алмақшы. Не үшін сатып алады? Ол газель автомобилін сатып алу үшін, ол мынау транспорттық қызметтер жасау үшін, дұрыс па? Сол транспорттық қызмет жасау арқылы ол табыс табады. Сол газельдің құны, мысалға айтайық, мысал үшін $10,000 десек, $10,000 несие ретінде алады. 4 жылға біздің 4 жылдың ішінде біріншіден осы $10,000-ды жыл сайын қайтарады. Оның үстінен біз бизнес жоспарына сәйкес, бизнес жоспарында мысалға жылда 20% рентабельность, бұл жобада рентабельность болады, кіріс болады деп бізге бизнес жоспарында айқындалғаннан кейін, соның ішіне біз келісімге келеміз. Осы 20%-дан біз 11,5%-ын сен табысты бөлісуге бірақ егер іс-шара жүзеге аспай қалса, тәуекел екіге бөлінеді ғой, бірде, иә? Егер жоба жүзеге асырылмаса, онда бұл әрине екіге бөлінеді. Ол өзінің үлесі, бұл жобада өзінің үлесі бар. Кем дегенде 10% өзінің үлесі болу керек бұл жобада, және де өзінің қосқан еңбегі де бар. Сонымен әрине тәуекелдерді бөлеміз біз. Жақсы. Енді осы жерден студиямызға 4-ші қонағымызды шақырып алайық. Amman Advisors компаниясының басқарушы директоры Едіге Абдусаев мырзаны қошеметпен шақырамыз. Қош келдіңіз. Сіз осы исламдық банк жүйесі емес, исламдық қаржы құралдарымен жұмыс істейтін компанияның өкілі ретінде бүгінгі бағдарламаға келіп отырсыз. Енді исламдық банк жүйесінен басқа қандай құралдар бар? Осы исламдық шариғат шарттарына сәйкес келетін, жұмыс істейтін сақтандыру саласында болсын, басқа да салаларда болсын. Негізі исламдық қаржы жүйесі деп атауының себебі бекер емес. Себебі бұл ең әуелен бір қаржы жүйесі ретінде қарастыруымыз керек. Ол бір жағында басында айтылып кеткен бір тек қана бір діни бір ұғым ғана емес, бұл толыққанды жұмыс істей алатын бір тұтас қаржы жүйесі. Яғни қазіргі дәстүрлі қаржы жүйесінің қандай сектор бар болса, соның исламдық қаржы жүйесіндегі былайша айтқанда баламасы бар деп айтсақ болады. Ол құнды қағаздар нарығы бойынша, ол жаңа сақтандыру нарығы бойынша, ол микронесиелік ұйымдар бойынша, ол лизинг компаниялар бойынша кез келген жаңағыдай қаржы ұйымдар болса, соның исламдық баламасы бар. Енді Едіге мырза, депозит бұл исламда бұл харам болып табылады ғой, иә? Депозитке ақша салым. Депозит харам емес. Қалай ол өсім болмай ма? Мысалы, депозиттің өзі депозитіне харам емес. Несие дегеннің өзі де банктегі депозиттер харам болды. Исламдық депозит бұл жерде ислам депозиттері жаңағыдай инвесторлық қарым-қатынас ретінде. Ислам банкіне депозитке ақша салғанның әрине оның екі түрі болды. Біреу жаңағы ағымдағы шот болса, және тек қана сақтау үшін қоятын болса, екінші инвестициялық депозит дейміз. Клиент банкке келіп ақшасын салатын болса, ол салған 100 теңгесіне ай сайын міндетті түрде белгілі бір пайыз алып тұрмайды. Ол банктың тапқан табысынан, оның өзінің қосқан ақшасы қанша, сол мөлшерде үлестік табыс тауып отырады. Сондықтан оның жылдық табысы 12 теңгеден әлдеқайда көп болуы мүмкін, экономикалық жағынан дұрыс десе. Немесе аз болуы мүмкін. Ол 101 теңге болуы мүмкін, немесе 113 теңге болуы мүмкін, 190 теңге де болуы мүмкін. Оның инвестициялық исламдағы жаңағы мұдарава контракттарының негізгі ерекшелігі сол. Бұл жерде жаңағыдай тәуекелдік екіге бөлінеді дегенде ол оң жағына қарай да болуы мүмкін, немесе және сол жағына да қарай болуы мүмкін. Жақсы. Енді осы жерде Қазақстандағы осы исламдық банк жүйесінің исламдық қаржы құралдарының дамуы туралы ақпараттық сюжетті тамашалап алайық. Әлемде кең таралған ислами құнды қағаздардың бір түрі сукук деп аталады. Сукук құнды қағазының облигациядан басқа айырмашылығы шариғат әдебімен әзірленетіндігінде. Яғни бұл жүйе үстемақысыз жұмыс істейді. Қолма-қол қаржы берілмейді. Тек тұтынушы үшін қажетті заттың құнын банк өтейді. Бүгінде сукук әлем назарын өзіне аударып отыр. Мұсылман елдері ғана емес, батыста бұл құнды қағаздың бағасын біледі. Ал елімізде сукук облигацияларын 75 миллион ақш доллары көлемінде әзірге тек Қазақстанның даму банкі ғана шығарған. Сукук құнды қағаздарын шығаратын кез келген компанияға қойылатын басты талап келіп түскен қаражат ішімдік, темекі өнімдерін шығару, сату, казино секілді ойын-сауық ойындарын салуға жұмсалмауы тиіс. Яғни исламдық қағидаттарға қайшы келмеуі керек. Сукук деген ол не нәрсе біріншіден айтайық. Сукук әлемдегі, ерекеміз айтқандай, сукук әлемдегі кең таралған инструменттердің бірі болып саналады.
сукук құнды қағаздардың осы үйреншікті облигациялардан негізгі айырмашылығы шариғат заңына сәйкес пайыздық төлемдердің болмайтынында. Яғни сукук құнды қағаздардың шығарушы келіп түскен ақшаны тек қана ислам қағидаттарына қайшы келмейтін бағыттарда ғана қолдануға болады. Енді жаңа сөз арасында айтылды, 2016 жылға дейінгі исламды қаржыландырудың жағымды бейнесін қалыптастыруға байланысты жол картасы бағдарламасының қабылданғандығы туралы. Осы бағдарлама енді барлығымызға қатысты дүние деп қараймыз, әртүрлі құрылымға байланысты. Нендей шаралар күтесіздер? Және қандай шаралар болуы мүмкін, мысалы, қаржы министрлігі тарапынан, басқа да құрылымдар тарапынан? Әр заңның өзі заңның қолдануына қарай, қолдануына сай әртүрлі толықтыру қажет болады, болмаса өзгерту қажет болады. Мінекей осы Ислам банкі әрі қарай дамыған сайын жаңағы заң жобалардың пайда болуы да мүмкін болады. Жаңадан қабылданған 2008 жылы осы банк қаржыландыруына сай қабылданған заңдардың да толықтыруы сонда мінекей соған келеміз осы нәтижесіне. Жақсы. Жасұлан мырза, жаңа енді сукук мәселесі бағалы құнды қағаздар, исламдық құнды қағаздар шығаруға байланысты жол картасы бағдарламасында бар, иә? Енді алдағы жоспар бойынша қандай дәрежеге дейін көтерілуі мүмкін, қандай көлемдегі сукуктар шығуы мүмкін? Алғашқы тираж, алғаш сериясы шықты, иә? Әрине, тек қана Қазақстанда емес, осы Совет одаққа кірген мемлекеттердің арасында Қазақстан даму банкінің Қазақстан даму банкінен басқасы сукукты ешкім шығарып көрген жоқ. Осы шығарылған сукуктың көлемі $75 миллион шамасында. Бұл сукук шығаруының бірнеше мақсаттары болған. Біріншіден біздің жергілікті нарыққа жаңа инструмент енгізу. Екіншіден осы біздің исламдық қаржыландыру заңнама саласында қандай кемшіліктері болған тауып, сол бағытта жұмыс істеп ислам қаржылықты дамуға түрткі беру. Үшіншіден осы ислам қаржыландыру ірі орталықтарында инвесторлармен, Қазақстан эмитенттермен таныстыру. Яғни, иншалла, келешекте осы біздің өзіміздің осы шығарылған сукук бізден кейінгі келетін Қазақстан сукуктарға жол аштық деп ойлаймыз. Келесіде ірі сомалар шығатын шығар. Біріншіден, Қазақстанға көбісі осылардың ең үлкен ислам қаржыгерлердің көбісі келеміз деп ойлары болды. Мына 90 жылдары әлемдегі ең ірі ислам инвесторы және мына ислам сауда және индустриалдық палатаның президенті Аль-Барака Далық деген үлкен ең ірі ислам банктерінің бірінің иесі Шейх Салих Камил келген. Ол кезінде елбасымыздың 93 жылы қаңтар айында 5-ші указ дейміз ғой, указдардың бірі қол қойылған. Сол бойынша Қазақстанда халықаралық Аль-Барака Казахстан деген банк жұмысын бастаған. Бірақ та өкінішке орай, ол кездері өзіңіз есіңізде болса, ең нағыз қиын уақыттардың бірі болды. Мына гиперинфляция дейміз, және түсінбеушілік, Совет одағынан жаңадан мына нарықтық экономика бетімізді бұрдық деген уақытымыз болды. Көбісі түсінбеушілік болды. Кейбір бауырларымыз ақшаның не екенді кейбірісі білмейтін уақыт болды. Сондықтан өкінішке орай ол уақыттың соңында 94-95 жылы өкінішке орай бұл үлкен қаржыгер инвестор елімізден кетіп қалғанына біраз себеп болды. Ал осы ғасырдың басында 2004-2005-2006 жылдары екінші
толқын деп айтуға болады, екінші толқын ислам қаржыландыру келуінің. Ол уақытта біздің банктеріміз, мына зайырлы түрде істеп жатқан БТА банк, Альянс банк, Астана Финанс, Темір банк, Центр кредит банк дегендер көбісі осындай ислам әлемінен мұрабақы түрінде синдикаттық несиені тартты. Менің өзім есебім бойынша бірнеше 2,5 миллиардтай ақша тартылды, бірақ өкінішке орай ол ақша қайтарылмады. Оған себеп не болған, өзіңізді біліп отырсыз, 2009-дың көктем айында осы банктердің көбісі техникалық дефолтқа ұшырылады. Енді біздің қазіргі айтып отқанымыз үшінші толқын деп айтамыз. Осыған менің өзім осы істе 10 жылдан көп болды, өзім осы істе жұмыс істеп жатқаныма, әрине қазіргі кезде былай жалпы көп жағынан қарайтын болсақ, мен өзім қазіргі соңғы уақытта жол картасының дайындау жұмыс тобының төрағасы болып отырмын. Екіншіден, қазіргі мына Қазақстанда ислам қаржыландыру дамыту қауымдастығының төрағасымын. Және қазіргі еліміздегі ең үлкен сенімділік артылып жатқан ұйым ол Ислам даму банк деп айтуымыз келіп тұр. Сондықтан шындығын айтқанда, мұны үш бәрі жағынан қарайтын болсақ, ислам қаржыландырудың еліміздегі болашағы зор. Әрине қиыншылық болды, бірақ түсінбеушілік болды. Ол түсінбеушіліктер, қиыншылықтар шын маңайында шешіліп жатыр деп айтуым керек. Былтырғы жылы 20 қазан айында елбасымыздың қолынан 9 тапсырма шықты. Сол тапсырмаларын дұрыстап қарайтын болсақ, оғанда уақыт бөлетін болсақ, онда айтуға болады. Бірақ осы тапсырмаларымның бірі нағыз нақты тапсырмалары болды. Солың арқасында қазір біз жаңағы жол картасында негізгі мақсат сол, ол тек қана бір бағытты, бір жақты ғана емес, исламдық қаржыландыруды Қазақстанға енгізудің және дамудың кешенді түрде бір көзқарасы, соның бір позициясы болу керек. Ол тек қана мысалы көбінесе бір мемлекеттік тұрғыдан болсын, алғашқы қатарға шығатын мақсаттардың бірі исламдық қаржы нарықтарынан қаржы тарту болып табылады да, көбінесе сол тұрғыдан қараймыз. Мысалы ислам банктер болса, тағы банктер келе ме деп сұраймыз, қай елдерден келеді. Ол тек қана бір жағы. Екінші жағы оның жалпы исламдық экономикалық жүйенің өзінің экономикаға пайдалы жақтары бар да, мысалы пайыздың жағы зияндары бар дейміз. Сол бір жүйе ретінде Қазақстанға енгізу арқылы экономиканың дұрыс дамуына бір әсер ету тұрғысынан қарастыру керек. Екінші жағынан мысалы ғылыми тұрғыда зерттеулер жасау керек сол уақытта деймін да. Сол сияқты кешенді бір түрде мәселелер қарастырған жол картасын мақсат түрде және жүйелі түрде жүзеге асырсақ, көп әлі істер болады деп сенемін. Рахмет. Қазақстанда ислам банкі даму үшін бір жағынан айта кетейін, осы халық ислам банкі білімі көтеру үшін тек қана осындай ақпараттар арқылы емес, біздің банкіміз сайтына кірсе де шариғат туралы, шариғат ережелері, ислам банкі не деген сөз, не деген қандай өнімдері бар екен түсіндіріп беретін мәліметтер өте көп. Сондықтан мен өтініп айтатын сізге, сіз осы біздің банкіміз сайтымызға кіріп, немесе біздің филиалдарымызда, Астана, Шымкент қалаларында филиалдарымызға кіріп білетін болсаңыз, сонда да өте үлкен пайда болады. Және сіздердің қатарларыңыздың көбейіп, бәсекелестік ортасында қалыптасуына тілектестік білдіреміз. Әдетте бәсекелестік болған кезде дамуда болатын. Тимур мырза. Ал енді Қазақстанда исламдық қаржыландыруды толыққанды дамыту үшін ең алдымен жаңағы айтып отырғанымыздай Қазақстан исламдық қаржыландыруды дамыту бойынша жол картасы бар қабылданды ғой. Сол жол картасын жаңағы тек қана жай ғана орындап қоймай, оны толыққанды орындау деп мәжбүр екеніміз түсіну керек. Мысалға, ол жақта тек қана жаңа заңнама жұмысы емес, жаңа мемлекеттік құзыретті органдардың жұмысы жаңа заңнаманы жетілдіру ғой. Түсіндіріп беретін мәліметтер өте көп. Сондықтан мен өтініп айтатын сізге, сіз осы біздің банкіміз сайтымызға кіріп, немесе біздің филиалдарымызда, Астана, Шымкент қалаларында филиалдарымызға кіріп білетін болсаңыз, сонда да өте үлкен пайда болады. Және сіздердің қатарларыңыздың көбейіп, бәсекелестік ортасында қалыптасуына тілектестік білдіреміз. Әдетте бәсекелестік болған кезде дамуда болатын. Тимур мырза.
Ал енді Қазақстанда исламдық қаржыландыруды толыққанды дамыту үшін ең алдымен жаңағы айтып отырғанымыздай Қазақстан исламдық қаржыландыруды дамыту бойынша жол картасы бар қабылданды ғой. Сол жол картасын жаңағы тек қана жай ғана орындап қоймай, оны толыққанды орындау деп мәжбүр екеніміз түсіну керек. Мысалға, ол жақта тек қана жаңа заңнама жұмысы емес, жаңағы мемлекеттік құзыретті органдардың жұмысы жаңағы заңнаманы жетілдіру ғой. Бұл жаңағы осы нарықта жұмыс істейтін компаниялардың жұмысы да инфрақұрылымды дамыту бойынша жұмыстарды, мысалға, мынау түсініспеушілік бар, сол түсініспеушілік бойынша адамдардың өздері ислам қаржыландыру туралы жаңағы мәлімет іздеп, интернет бар, кітаптар бар, көптеген жаңағы газет журналға статьялар шығады ғой. Соның бәрін оқып, біліп, сұрап дегендей соған ат салса, сонда бұл жаңағы толыққанды дамиды деп. Рахмет. Айтып отырмыз ғой, мінекей қазір осы ислам қаржыландыру жүйесін халқымыз әлі дұрыс түсінкіремей жатыр. Оның ішінде халқымыз ғана емес, мұнда меніңше мамандар да жетіспейді. Қаржы мамандар, біздің қаржы мамандар зайырлы банктардың қалыптасқан қалпымен сол білімін біледі. Ал ислам қаржыландыру институттарын жүйесін білетін мамандарымыз шамалылау. Сондықтан осы банкты біздің ислам банктарын біздің қазақ еліне кіргізудің бір жолы меніңше осы мамандарды дайындау керек. Жақсы. Рахмет, Жасұлан мырза. Ислам қаржыландыру деген қаржыландыру жүйесін даму үшін Қазақстанда біріншіден осы ірі ислам қаржыландыру орталықтарымен, яғни таяу шығыс пенен оңтүстік шығыс Азия мемлекеттермен көбірек жұмыс істеу керек. Екіншіден, осы Қазақстандағы оқу орындарда ислам қаржыландыру деген сабақтарды енгізу керек. Жақсы, Нармахан мырза. Біріншіден, мен ойымша бұл ислам қаржысының келешегі зор деп ойлаймын. Неге дегенде, бірінші басында бұның адалдық. Фундаменті бұның адалдық деп көрінеді. Неге дегенде, қаржы институты бұл жерде тек қана өзінің үстемақысын алам деген мақсатпен ғана жұмсаймын, а инвестор ретінде, бұл жобаны инвестор ретінде қарап, қаржыландырғаннан кейін, сондықтан бұның адалдығы зор болғаннан кейін келешегі де зор. Ислам капиталының нарығы үлкен. Сол нарыққа, сол капитал нарығына басқа да қаржы институттары. Біз қазір мемлекеттік институттар ретінде, сол пионер ретінде мысалымызды өзіміздің немізді көрсетіп жатырмыз. Екінші, бұл жеке банктар сол нарыққа барып, сол ислам қаржыларын жұмсап, экономикаға келсе, сондай жұмыс қарқынды жүреді сонда. Мен ойымша, исламдық қаржыландырудың ары қарай даму үшін ғылыми зерттеу, ғылыми талдау жұмысын нығайту керек, соны қолға алу керек. Соның негізінде исламдық қаржыландырудың оң жақтарын көбірек зерттеп, соның негізінде насихат жұмысын, заңнамалық жетілдіру жұмыстарын, осы ғылыми зерттеу, ғылыми талдау жұмыстарын негізінде жасау керек деп ойлаймын. Және де көптеген тәуелсіз сарапшылардың айтуынша, және біздің көріп отқанымыздай, шынымен де кадр дайындау, исламдық қаржыландыру саласында кадр дайындау жұмысын қолға алу керек. Егер кадр көп болса, осы салада мамандар көп болса, енді ол исламдық қаржыландырудың болашағы зор деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Бүгінгі студиядағы бағдарламада біз исламдық қаржы жүйесіне қатысты азды көпті ақпаратпен бөлістік, және осы саланың дамуына байланысты әртүрлі ұсыныстар да айтылды. Бұл тарапта мемлекеттің де, жеке азаматтардың да, осы саланың өкілдерінің де үлес қосуы маңыздырақ болып тұр. Жазушы Ғабит Мүсірев, байлыққа қосар үлесің болмаса, байлықтан алар үлесің де жоқ дейді. Ендеше адал ақшаға құрылған исламдық қаржыландыру жүйесі нәтижелі болсын деп тілейік. Солай дейік, солай боларына сенейік.